Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бүгін муравейн жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен видеомды қарамастан бұрын арнама жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға ұнымызды, майымызды салып, жақсылап крошкалар жасаймыз. Үстіне қант пен қаймағымызды қосып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды салфанға салып қойып қоямыз. Үстеліміздің үстіне ұнымызды сеуіп, жақсылап оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайылған қамырымызды ұсақ бөліктерге бөлеміз. Пергамент қағазын төсеп, осылай жайып, енді 180 градуста 5-6 минуттай пісіріп аламыз. Қамырымыз пісті, енді біз кремін жасаймыз. Үстіне майды миксерлеп, сгущенканы қосып, жақсылап миксерлеп, екеуінен крем жасаймыз. Оның үстіне муравейндің қамырын салып, жақсылап силиконды күрекшеміздің көмегімен араластырамыз. Сіздер осылай әсемдеп жей берсеңіздер болады. Өте керемет. Бәріңізге ас болсын, жасап көріңіздер.